Рухани жаңғыру дейміз. Қалай жаңғырамыз біз мынандай мәдениет үймен? Мына біздің министрлер айғарап отыр ма? Олардан жестко сұрау керек олардан. Содан біздің ауыл қурап жатыр. Трубопроводына келгенде 4 жыл болды. Шіри бастады. Оны қай уақытта газ береді, бір Құдай біледі. Мәдениет түріміздің мынау мысалы түрі мынау. Я приглашаю министра культуры, и удивительно, что еще и спорта, вот здесь вот на фортепиано дать концерт местным жителям. Увидьте людей, в конце концов. Пайдалануға берілген заманауи мектеп үлгіде жоспары жақсы, качествосын көтермейді. Мектептің қабырғасы құм емес, цемент емес, сапасыз. Әшейін қол тиіп кетсе үгітіліп жатыр. Қалған светті жолдың бойына, бірақ 8 айдан бері қосылмайды ол. Барлық дайын. Сонда қалай? Ақша бөлінген, свет салынған, бірақ свет берілмей тұр халық. Қазір осы ауылда не мәдениет үйі жоқ, не спорт кешені жоқ, не ағын су, не ауыз су толығымен қамтамасыз етілмеген.